Баршаңызға сәлем, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен бір жасағынан шығатын, әрі дәмі аузыңыздан кетпейтін сникерс пирогының өте қолжетімді рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, каналымнан алыстамай арнамның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Ендеше рецептімізді бастайық. Ең алдымен алдын ала елегімізден өткізіп алған ұнымызға бөлме температурасындағы майымызды салып, крошка әзірлеп алатын боламыз. Крошкамыз дайын болған уақытта 1 шай қасық разрыхлителімізді саламыз, және де 4 ас қасық какаомызды салып, жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Енді 100 грамм шекерімізге 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап бөлек ыдыста шекеріміз ерігенше араластыратын боламыз. Дайын болған жұмыртқалы массамызды құрғақ массамызға салып, ең алдымен шанышқының көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Икемге келгеннен соң қолдың көмегімен жақсылап қолға жабыспайтындай жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңызда өте қолжетімді бір жасағаннан шығатын рецепттердің бірі. Қонақ дастарханына да немесе отбасыңызға арнайы жасап берсеңіз өте керемет пирогтардың бірі. Мінекей осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді начинкасын дайындап болғанша пакетигімізге салып, тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Начинкасына бізге сүзбе, 100 грамм шекер, және де 2 дана жұмыртқа, сосын 150 грамм қаймақ қажет болады. Барлығын салып, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, іске басарлар, тәттілер, ыстық тағамдар және де салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін каналымда жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Мінекей біздің начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызды формамызға орналастырып шығатын боламыз. Мендегі форма 26 сантиметр. Ең алдымен осылай астын, сосын жан-жағында бортиктерін орналастырамыз, және де начинкамызды құятын боламыз. Осы сәтте пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз, және де қызып тұрған пешімізде 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей 35-40 минуттан соң біздің пирогымыз пісіп болды. Менде суыған түрі. Енді формамыздан ажыратамыз. Суып болғаннан соң ажыратыңыздар міндетті түрде. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз өте әдемі, формасы бар болып, әдемі болып тұратын болады. Енді ганашымызды әзірлейтін боламыз. Бізге 100 грамм Қазақстан шоколады және де 80 грамм сары май қажет болады. Барлығын водяной баняда жақсылап ерітіп алатын боламыз. Мінекей еріп болған шоколадымызға енді жер жаңғағымызды немесе арахисімізді салып, жақсылап араластырып, суыған, міндетті түрде суыған пирогтың үстінен құйып біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің пирогымыз дайын. Енді тоңазытқышта 1-2 сағат көлемінде сақтап, сосын
кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Арияна. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.